Бейсен аға, азаматтығы бір биік, адамдығы бір биік, адалдығы бір биік, күрең белдей асқақ жан едіңіз. Таудың көп тасындай мықты екенсіз, мырт кеттіңіз, төгілмедіңіз. 2018 жылдың желтоқсанында көңілге алаң кірді. 2019-дың көктемінде көкжиекті бұлт торлап, сол жылдың жазында найзағай ойнап, 20-ның 18 мамырында көз жасынан жаңбыр жауды. Соңғы 2 жылда бастан өткеннің барлығы қорқынышты түс секілді. Сенім мен өлім айқасы, өмірдің соңы өлім, кімнің кім екенін өлген соң белгілі болады деген екенсіз. Екідай ойға қалдыратын сөз. Өлді демеймін, байырғы қазақтың қайтыс болды деймін. 49 жасқа қараған шағында мәңгілік өмірге аттанды. Есіміз ағамыз танымал тележүргізуші Бейсен Құранбек өмірден озды. Қарымды талант иесінен айырылып қара жамылды. Табиғатынан талантты Бейсен Құранбек бүгін 49 жасқа қараған шағында Қазақстанның мәдениет қайраткері Бейсен Құранбекті сапарға шығарып салды. Құранбек Бейсен Абайұлы 1971 жылы 9 желтоқсанда бұрынғы Алматы облысы Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында дүниеге келген. Қазақтың қарапайым, көп ауылдан артық кемі жоқ, күреңбел топырағы кеңес кезінде салынған мектеп. Еңбек жолын шопанның көмекшісі болып бастаған Бейсен аға 1989-1991 жылдар аралығында кеңес армиясының жауынгері болды. Студент Бейсен менен сарбаз Бейсеннің арасында спортшы Бейсен де бар еді. Ол айкидоға шындап бас қойған болатын. Мың 1993-98 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін бітірген. Еңбек жолын республикалық спорт газетінде тілші, жауапты хатшы қызметтерімен бастаған. Ал қалған жылдарын қазақ телевидениесімен байланыстырып, Рахат, 31 арна, Хабар, Президент телерадио кешінде қызмет атқарған. 2007-2012 жылдар аралығында Алматы облыстық Жетісу телеарнасының бас директоры болды. 2013 жылдан Қазақстан ұлттық арнасындағы жалпақ жұртқа танымал айтуға оңай әлеуметтік тұрмыстық ток-шоуының жүргізушісі әрі жоба жетекшісі болды. Алдымен айтуға оңай, одан кейін қаракет болған бағдарлама 8 жылға жуық эфирға шықты. Сүрінгенді сүйеді, құлағанды тұрғызды, жылағанды жұбатты, мұңайғанды қуантты, адасқанды табыстырды. 2006 жылы Қазақстан Республикасының президенті сыйлығының иегері. Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Жыл таңдауы ұлттық сыйлығының иегері. Қазақстан Республикасының президенті елбасының жеке алғыс хатымен марапатталған. 2015 жылы тіл жанашыры құрметті атағымен марапатталды. 2015 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жыл мерекелік медалін алды. 2016 жылы елбасының жарлығымен мемлекеттік марапат еркін еңбегі үшін медалімен марапатталды. 2017 жылы Талдықорған қаласының құрметті азамат атанды. Мен 5 жасымнан өте зерек болып журналистикаға бейім болдым. Сол кезде Бейсен ағаға қарап, мен де осындай тележүргізуші болсам ғой деп армандайтын. Бұл Бейсен ағаның әлеуметтік желідегі парақшасы. 2019 жылдың 9 желтоқсанында өз туған күнінде ішкі арпалыстан шыққан сөздерін халқымен бөлісті. Білу бөлек, түсіну басқа. Жыл басынан бергі ішкі арпалысқа толы күндерімде, ұйқысыз түндерімде 3 нәрсені тереңірек түсіндім. Бірінші, ұстазым жиі айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші деген сөздерінің рас екені.
Ал екінші, халқымыздың басты байлық денсаулық деп бірақ ауыз сөзбен айта салған даналығына бас идім. Ұйқың тыныш, тәбетің жақсы боп, ертеңгісін еш ауырмай оянудың өзі жарты бақыт екенін ұқтым. Үшіншіден, бабаларымыз қалдырған байлық қолға ұстаған мұз, бақыт басқа қонған құс, бала артта қалған із, бұл өмірдің қызығы сіз бен біз деген сөзінің тұтас өмірлік философия екенін, өмірдің мәні де, сәні де сыйластықта екенін әр клеткаммен сезіндім. Бейсен аға қалың қазақ үшін керек азамат еді. Әр қазақ менің жалғызым деген сөзді өз төл құжатына айналдырып, әр қашан қамқорлығына бөлейтін. Негізі сол барша жұрттың уайымы жүрегіне түсіп кетті мекен. 4 жыл телеарна тарихында көрерменнің көзайымы болған айтуға оңай бағдарламасын қалың көрерменге тарту етті. Бейсен Құранбектей азаматтан айырылу ешкімге оңай соққан жоқ. Бейсен ағаны сағынамыз. 9 айлық толғанмен дүниеге келдіңіз. 9 айлық сынақпен келмеске кеттіңіз. Әлсіз шырақ жарқ етіп сөнді. Бірақ оның сәулесі талай жүректе қалды. Қайтып келмес Бейсен аға, шырағыңыз сөнбесін.